Сәлем, құрметті көрермен, арнама қош келдіңіз. Дәл қазір сіздерге екі жолаушы атты әңгімені оқып беретін боламын. Менің арнама тіркеліп, подписаться басып, қолдап кетуіңізді өтінемін. Және де әңгіме туралы өзіңіздің ойыңызды комментарийде қалдырыңыз. Екі жолаушы. Ұшаққа өмірінде бірінші рет мінген Ақниет әуежайға келгелі айналасына таңырқап жүреді. Салонға жайғасқанда тек араб елдерінің ұшақтарында ғана айтылатын сапар дұғасын естігенде тіпті қатты таңғалды. Ұшақпен алғаш ұшу өміріндегі есте қаларлықтай сәттерінің бірі. Қалай болар екен? Жұрттарға қарап Ақниет те қауіпсіздік белдігін тақты. Ұшақ қозғала бастады. О, тоба, оңай нәрсе емес екен. Ұшақ деп орнынан қозғала бастағаннан-ақ бағанағыдай айналасына таңғалып жалтақтауын қойды. Ұшақта адамдар тек бір Құдайға ғана табынады деген достарының сөздері рас екен. Толқиды екенсің. Ақ қанатты ұшақ бұлт арасына сіңіп қалыпты жылдамдығына түскенде барып, Ақниет жан-жағына қайта көз тастай бастады. Ұшақ көтерілгенде ойға шомып кеткен екен. Қараса, жанында өзі тетелес бір қазақ жігіті отыр. Ол да Ақниетке бір-екі рет қарағаннан кейін әңгімені бастап кетті. Есімім аңсаған болады. Әкем нені аңсағанын білмеймін. Әйтеуір мен туылғанда ешкімге жеңістік бермей атымды аңсаған қоямын деп тұрып алыпты. Жә, оны қойшы, өзің де мен секілді ұшаққа бірінші рет мінгендігің көрініп тұр. Бұйырса, межелі жерге де жетерміз, оған дейін жол қысқарсын, әңгіме айтайық деп сөзді одан әрі жалғап кетті. Алматы Шаржы транзиттік рейс. Бұл ұшақтағылардың барлығы бір жерге бара жатыр деген сөз емес. Шаржы 9 жолдың торабы. Мына ұшақтағылар Шаржыға жеткенде әрқайсысы мақсат мұратына қарай әр тарапқа жол тартады. Па шіркін, мен де осы сапарды қаншама жыл ұзақ күткен едім. Зарыға аңсаған едім, енді міне қол жеткіздім. Арманым орындалып, төбем көкке бір елі жетпей тұр. Осыған дейін қаншама жыл осы сапар үшін бар тапқан таянғанымды ыңғайын тауып жинадым. Енді сол маңдай термен тапқан байлығымды сол жақта емін-еркін кәдеге асырып, дүниеде кез келген адамға бару бақыты бұйыра бермейтін бақ мекенінде болып қайтсам арманым жоқ. Ол жаққа барып келгендер көрген кереметтерін айтқанда аузының сілекейі құриды. Менің де сол жаққа барғым келіп, емшегім езіліп, есіл дертім ауып тұр. Жеткенше асықпын ол жаққа, шіркіна десеңізші, ол жақта мәңгіге қаласын десе де ойланбастан келісер едім. Міне керемет, менің де жағдайым дәл сенікіне ұқсайды екен деп келесі сөз тізгінін Ақниет аяқтады. Мен де осы сапарды ес білгелі армандап келемін. Сен сияқты мен де қаншама жылдан соң енді қол жеткізіп отырмын. Ол жаққа баруды маған дейін ата-бабам да армандапты. Бірақ ол кезде ұзақ сапар бәріне бірдей бұйыра бермеген. Мен де ол жаққа барып, жаны рахатқа бөленіп келген адамдардың көп әңгімелерін тыңдағам. Әрі әлі көрмеген сол бір бақ мекеніне деген жүрегімде ыстық махаббат орнаған. Жұмысқа тұрып, азын-аулақ табыс таба бастағаннан-ақ осы сапар үшін тірнектеп, тиын жинап, ақыры Құдай тілегіме, адал ниетіме сый ретінде осы бақты нәсіп етті деймін. Сол жаққа жеткенше тағат табар емеспін мен де. Дариға-ай, арманымның орындалғанына сенер емеспін. Құдды бір қымбаттыма, ғашығыма, қонаққа бара жатқандай асығудамын. Маған да сол жақта қалған ғұмырыңды өткізесің десе, ләм-мим деп сөзге келмей келісер едім. Ол жаққа барғанда арманда, бармағанда арманда. Міне, түнгі Шаржының кептен күткен шамдары жалт-жұлт жайнаған әуежайы да көрінді. Аңсаған айтпақшы, туған жерлерінен бір ұшақпен келген жолаушылар арман, тілек, мақсат мұраттарына қарай дәл осы жерде сан-саққа жол тартады. Ақниет ақ ниетімен тілеген дұғасы қабыл болып, Шаржыдан Джаджыға, одан әрі қасиетті Мекке шаһарына қажылық сапарына аттанбақшы. Ал аңсаған болса, аңсаған арманына жетіп, Шаржыдан үлде мен бүлдеге оранған Дубай қаласына апаратын ұшаққа отырды. Енді ойланып қарасаңыздар, әрбір адамның өз арманы бар. Ақниеттің арманы Меккеге бару болса, аңсағанның арманы Дубайға бару екен. Ал дәл қазір қайда барамын десеңіз де,
Өз арманыңыз, өз мақсатыңыз өз қолыңызда. Тек бір ғана нәрсе керек: мақсат, арман, талап, тәртіп, жұмыс және де ниет. Алланың көзі тура болсын, аңсаған армандарыңыз орындалып, ақ ниеттеріңіз қабыл болсын. Барлығымызға Меккеге бару бұйырсын. Сау болыңыздар.